Мерей тойға қош келіпсіз халайық. Ата-анамның өмір жолын бір еске алайық. Өлеңімді шумақтап арнайық. Тойымызды мақтаулардан бастайық. 49-дың қыркүйектей айында Созақбаевтар отбасының бақытты мекен жайында, Түркменстанның Яурыс атты бекетінде, Есенбегей рулы Әлібай атаның әулетінде, Мұхаммедін атты ер баласы бұл дүниеге келеді, нұрын шашып, жаңа таңда кіреді. Сол заманда Маңғыстаудың етегінде, кең өлкенің Таушық атты түбегінде, Бектеміс руы қоныстанған мекенінде, Сағындықовтар әулеті қуанады шаттана, Түрме шатты қыз туды деп жар сала. Өтіп жатты сол арада уақытта, өсіп жатты екі бала отбасылық бақытта, білім алып қадам басқан мектебіне, үңіледі білім ғылым есебіне. Мұхаммедін айналады ер жігітке бөрікті, ерттеп алып тұлпарындай көлікті, жігіттермен талай жерді кезіпті. Сол заманда ер жігітке талай сұлу кезікті. Жолы түсіп қазағымның аулына, қонақ болып Ақбейілді қауымына. Сол бір тойда бағы жанып, қазақ қызды көрікті, Түрме шатты ару қызды көрікті. Қырандай жігіт екі ай салып алдына, қарамастан қазақ елінің құда түсу салтына, алып қашты ару қызды келін қылып шаңыраққа, жолын салды бұл дәстүрдің енуіне ұзаққа. 68-дың қаңтарындай айында, әжелері шашу шашып, ән салады тойында. Тұтатыпты біздің ана отбасының ошағын, қос ғашықтар биіктікті ақ отаудың шаңырағын. Ер болған соң біздің әке бермей тұғын намысты, аттанады өтеу үшін отан алды борышты. Ал ананың құрсағында жаңа жүрек қағыпты, ай мен күнін санау менен қалыпты. Әкесіне сездіргендей нәресте, ұмытылмай бұл күйіде әл есте. Әскерінен демалысқа келгенде 3 күн бойы толғаттырған періште. Дүние есігін ашады, әкесі оны ай күнім деп атады. 3 жыл өтіп оралады шаңырақтың тірегі, жас солдаттың ақталады еңбегі. Маңғыстауға шақыртумен арнайы темір жолда тер төгеді маңдайы. Талапты жігіт білікті маманға айналады, бекетінің басшысы боп сайланады. 6 баланы өмірге келеді асыл ана, әкемізбен бағып қақты батырана. Бар өмірін отбасына арнап жүрді, әкемізге тіреу болып қолдап жүрді. Мақсат, шохрат пен дәулет ұлы, ай күнім баян менен жамал гүлі, сіңіріп қанмен берген тектілігін, санаға тоқтады тек білімін. Тәрбиелеп балаларды адамдыққа, үлгі боп баулып жүрді адалдыққа. Еңбекпен жағдайын балалардың жайғастырды, қызметін ардақтаке жалғастырды. 90-шы жыл басталады нұр шашып, Жаңөзенге қызмет бабы шақырады жол ашып. Құшақ жайды киелі қазақ тұрағы, бұл мекенде отбасымыз құтты қоныс құрады. Мұнайшылық саласына қосылады. Бұл салада жаңа бағыт ашылады.
Маңғыстау мұнай құрылыс трестіне ауысады. Бұл ордада керемет ұжыммен қауышады. Кәсіподақтың төрағасы атанады. 30 жылда өз қызметін абыроймен атқарады. Бұл қызметте биік ұстап жұмысшының жалауын, басшыларға бетке айтып кәсіподақ қалауын. Ол істеде ниетіңді білдірдің, мамандардың қамын ойлап, жарқыраттың алауын. Ел қамымен сайланып ең мәслихаттың құрамына. Депутат боп қосылдыңда қара халық ұранына. Талай жылдар қызметіңді адалдықпен атқардың, үлес қосып дамуына жастардың. Шенеулікте қызмет құрып жастаңда, даналықпен бірі болдың, қарапайым қатардың. Бұл еңбекті үкіметте оң көзімен бағалады. Алғыс хатпен медальдарды аямады. Қасиетпен бойындағы парасатты алып жүрді, талай биік марапатты. Атанып мемлекеттің еңбегі сіңген ардагері, санада сақтасын деп мұрагері. Кітапқа енгізілді мәңгі аты, атына сай әкеміздің асыл заты. Білсін деп өлкедегі барша халқы, жазылды кітаптарға еңбек даңқы, бағалап қамқорлықпен шарапатты, кеудеге тағып жатты төс белгімен марапатты. Ең асылым ана менен әке деген, баласын ақ жүрекпен мәпелеген, ақ жолмен тәй-тәйләтіп сүріндірмей, білім беріп белестерге жетелеген. Әр баласы игереді жоғарғы оқу мамандығын, атана тілеп әркез амандығын. Ұлдары мұнайшы боп көріп жүр міне нәсібін, екі қызы дөңгелетіп жүр жекелеген кәсібін. Тұңғышы мектебінің құрмет еткен ұстазы, балалардың ақыл ойын жетілдіріп ұштады. Қондырып ұлдарыңды ұясына, ұшырып қыздарыңды қиясына, айналды ата әже бейнесіне, немерені ыстық еткен кеудесіне. Кеңейтіп ардақтата керегесін, қызықтап бұлдырлаған немересін, әжесі жетелеген жиендері сыйлады бүгінде оған шөбересін. Ардақтаке, асыл ана, құтты болсын мерейтойың, белесің, 70 жылда мейірім төгіп келесің. Немере мен шөберенің ортасында Алла жазса талай тойды көресің. Табылмас сіздей жақсы іздегенмен, жаратқан асыл жан ғып бізге берген. Шөбере шөпшегіңнің ортасында тойлайық думан тойды 100-ге келген. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын.
еді мен үшін жан әке сөздей ақ болғаны.